Әлемдік додада үздік өнер көрсеткен полиция қызметкері Құралай Қабырайқызын әріптестері әуежайдан күтіп алды. Естеріңізге сала кетейік, Құралай Қабырайқызы Дубай қаласында өткен әлемдік жарыста бақ сынаған Қазақстан командасы құрамында өнер көрсеткен болатын. Ал қыздардан құралған команда осы жарыста екінші орынды иеленгені есімізде. Қазақстанның әр аймағынан жиналған құрама команда томирис атымен шығып, әлем алдында қазақ қыздарының мықты екенін көрсетті. Сол команданың құрамында біздің әріптесіміз, жерлесіміз, арнайы жасақ инспекторы Қабырайқызы Құралайқыз қатысып, команда екінші орынға әлем бойынша қол жеткізді. Бұл қазақ елі үшін, соның ішінде мына Батыс Қазақстан облысы үшін, соның ішінде мына Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті үшін үлкен жетістік. Құралай Қабырайқызы полиция қызметкері, ол Азия чемпионатының қола жүлдегері, республика бойынша мергендік өнерден, жауынгерлік самбодан және дзюдодан бірнеше дүркін жүлделі орындар алып жүрген спортшы қыз. Елге келіп, елдің қолдауын сезініп, бізге құрмет көрсетіп жатырған үлкен бір қуаныш, үлкен жетістік деп айта аламын. Бәріне рахмет айтам біріншіден. Екіншіден барған жарысымыз осы Дубай елінде халықаралық турнир өткен болатын. Елге келген кезде президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлының қабылдауында болдық. Өте қуаныштымыз.